Қайырлы күн, ардақты ағайын, қалдарыңыз қалай? Біз сізге уәде бергендей ақшалай пирамидаларға қатысты материал түсіруге тырыстық. Бірінші кезекте Ақжол компаниясы туралы толық материалға қарасаңыздар болады. Қазіргі кезде желілік маркетингтің не екенін білмейтін адам кем-де-кем шығар. Екінің бірі бұл жүйемен таныс екені белгілі. Ол жайлы сан пікірлердің арасында жаманы да, жақсысы да бар. Бірі ұтып жатырмын десе, бірі ұтылдым деп санын соғып жатады. Тарихи деректерге сүйенсек, желілік маркетинг ең алғаш 1945 жылы ақш-та пайда болған. Желілік маркетинг арқылы тауарды тікелей өндірушіден әрі арзан бағаға алуға болады. Адам бір айда тапқан жалақысын осы жүйе арқылы бір аптада табады екен. Тікелей сауда жасау осылайша көп қаржыға кенелтеді. Ал Қазақстанға желілік маркетинг 90-шы жылдары келген. Елімізде бұған дейін 50-ден астам желілік компаниялар жұмыс жасап жатқаны туралы ақпарат таратылған еді. Ал қазір бұндай компаниялардың саны күннен күнге артуда. Олар биологиялық белсенді қоспалар, косметика, тұрмыстық заттарды, түрлі әшекей бұйымдарын сатуда. Жалпы Қазақстанда бизнестің осы түрін таңдағандардың саны 500 мыңға жуық көрінеді. Үйде отырып ақша тапқыңыз келе ме? Үйде отырған аналарды, зейнеткерлерді, студенттерді ақша табуға шақырамын. Артыңыздан 2 не 4 адамды тіркейсіз деген жарнамалар әлеуметтік желілерде көздің жауын алады. Оңай жолмен ақша табуға шақыратын бұндай жарнамаларды Instagram, Facebook, ВКонтакте, YouTube интернет желілерінде көптеп кездестіруге болады. Құдды бір магнит іспеттес. Ал осы магнитке көз тастаған 10 адамның біреуі міндетті түрде қызығушылық танытып, қалай тартылғанын аңғармай қалады. Расымен Қазақстан халқының басым көпшілігі осы желілік маркетингтің ықпалына ергендер. Дегенмен желілік маркетингтің де алаяқтары жетерлік. Жеңіл жолмен ақша табуды мақсат еткен халықты алда барбап жылатып кету олар үшін сөз емес. Ал осындай алаяқтарға алданып, сеніп сан соғып қалғандар тіптен көп. Сәлем достар, мен сіздерге бір керемет жұмыс түрін ұсынайын деп тұрмын. Бұл Ақжол табыс табу маркетингі. Қана 30 мың теңге төлеп 2 адам тіркесе, 8 мыңнан 20 мыңға дейін апта сайын ақша алып тұрасыз. Демек, айына 32 мыңнан 80 мыңға дейін ақша табасыздар. 200 мың промоушн беріледі. Адам тіркемеген жағдайда сіз мүлдем ұтылмайсыз. Сол 30 мың теңгеге планшет сатып аласыз. Скидкамен ештеңе сатпайсыздар. Заттарды алмайсыздар. Қайталап ақша да салмайсыздар. Ақшаларыңыз да күймейді, мүлдем күймейді. Толық ақпаратты. Біз бүгін сіздерге Ақжол деп аталатын желілік маркетингке бас сұғып, алданып қалған халықтың жан айқайын жеткізуді жөн көрдік. Мүмкін бұл желілік маркетингтен хабарыңыз бар шығар. Әлеуметтік желіде бұл компанияға қатысты жарнамалар жетіп артылады. Ақжол деген атауы кез келген адамды қызықтыратыны да рас. Алайда атына заты сай келмейтін желілік компания талай адамды заржылатып отыр. Ақжол желілік маркетингі ТО Allegro Company компаниясының ұсынып отырған бонустық бағдарламасы. Бастапқыда 30 мың теңгемен тіркелесіз. Сөйтіп артыңыздан 2 адам тіркесеңіз, апта сайын бонустық ақша карточкаңызға түсіп отырады. 3 айда тауар айналымы үшін планшет немесе басқа да тұрмыс техника таңдауға беріледі екен. 4-ші айдан бастап 1 жылға дейін қайта ақшалай бонус бередіміз. Ал компанияның негізін қалаушы Алик Аленович Данаев деген кім? Ол Ақжол компаниясының директоры. Барлығына бағыт-бағдар беріп отыратын да осы кісі. Бұл азаматтың иелігінде Зона Скидок деген тұрмыстық техника сататын дүкен, Астана, Алматы, Талдықорған қалаларындағы Береке сауда үйлері, теледидардан берілетін TV Shop бағдарламасы және жиһаз жасап шығаратын цех бар көрінеді. Осы компанияға бас сұққандардың айтуынша ол зейнеткер. Бұған дейін мемлекеттік қызметте болған. Зейнет жасына келген соң осы бір бизнесті бастауды жөн көрген. Бастапқыда халықтың іші бауырына кіріп жоғары табыс табасыңдар деп сендірген. Кейіннен халықтың миллиардтаған қаражатын жымқырған. Бұл туралы осы жылдың сәуір айында бірқатар ақпарат құралдарында да айтылған болатын. Қолымызда чегіміз де бар, банкке салған чектеріміз де бар, өздеріне салған чектеріміз де бар. Бірақ біз олардан не ақша, не заттай аламай отырмыз. Алдында мен бір келгенде Зайсаннан бір кісі келген. Ол кісіде 2500 адам тіркелді деді, 75 миллион салдық, ақшамызды аламай отырмыз. Зайсаннан 1000 километр жерден келіп отырмын деді. Алайда халықтың қаражатын қалтасына басқан Алик Данаев ғайып болды. Компания жалға алып отырған кеңседе ақша салған адамдардың құжаттары ғана шашылып қалған. Алик мырзаға алданғандар полицияға да шағым жазған. Заңгерлер де мұндай алаяқтар жазасын алуы тиіс дейді. Бір адам алдану мүмкін, ол дәлдей алмау мүмкін. Бірақ халықты сан соқтырған кезде халық ол ешқандай өтірікші болуы мүмкін емес. Сондықтан бұл жерде таза қылмыс белгілері бар болғандықтан алаяқтық фактісімен қылмыстық жаңағы іс қозғап, әрі қарай тергеу амалдарын жүргізіп, толыққанды осындай компаниялар жасасын алуы қажет. Дегенмен ғаламтор беттеріндегі мәліметтерге сүйенсек, Алик Аленовичтің үстінен ешқандай да қылмыстық іс қозғалмаған көрінеді. Алданған жұрттың қаражатын кім өтеп беретіні де белгісіз. Бейнесюжетте көргендеріңіздей ақшалай пирамидалар өте көп. Оның азы көбі болмайды. 5000 болсын, 2000 болсын, 20000 болсын, 100.000 болсын. Құрметті бауырлар, ағайындар, бұған өте қатты көңіл бөліңіздер. Достарыңызға бұл видеомен бөлісіңіздер. Біз келесі кезекте
Инстаграм парақшаларда блогерлердің, әншілердің неге лотерея ойнататын туралы бір материал түсіргіміз келіп жатыр. Бірақ сенің ойында бір мазалап жүрген компания болатын болса, мекеме болатын болса, міндетті түрде комментарий қалдырсаң. Соған қарай ең халықты маңызды, халықты мазалаған тақырыпқа қатысты біз сюжет жасаймыз.